Ассалаумағалейкум барша көріп отырған бауырлар. Мен осыдан бір күн бұрын ба, әлде 2 күн бұрын ба видео шығарғам. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, жауап берем деп. Одан бері біраз қолым босамай, бүгін қарасам әжептәуір сұрақ жинап қалыпты. Бүгін сол сұрақтарға жауап берем деп шештім. Ал енді сұрақтарға келсек, ең астынан бастайық. Сол бірінші сұрақты оқимыз. Қазақ баласы геймер каналы сұрақ қойыпты. Бро, біріншісі дейді, нешедесің дейді. Енді нешеде дегенде жасым 18-де. Екіншісі дейді, қаяқта тұрасың дейді. Сол өзіміздің шырайлы Шымкент қаламызда тұрамыз. Үшіншісі дейді, қызсың ба, әлде олсың ба дейді. Екеуі де емеспін. Сосын одан кейінгі сұрағы, маған подписчик жинап берші, қиын болмаса дейді. Бауырым, мен саған айта кетейін, мен ондай подписчик жинап беру, пиар жасау, ондай нәрселермен айналыспаймын, себебі пиар жасау маған ұнамайды. Бірақ енді қаласаң, саған тіркеле аламын. Бірақ онсыз да саған тіркеліп қойғам. Ал енді ондай подписчик жинап беруді менен сұрамаңдар. Мен пиар жасамаймын. Ал енді келесі сұраққа көшейік. Маған тіркелші дейді. Жарайды. Міне, блогер Бека, подписаться кнопкасын бастым, колокольчикті бастым. Өтінішіңді орындадым. Ал біз енді келесі сұраққа көшейік. Нешедесіз, қайда тұрасыз дейді. Бағана айта кеткендей, жасым 18-де, Шымкент қаласында тұрамын. Ал біз келесі сұраққа көшейік. Қорқынышты әңгімелермен қатар НЛО елестер, тылсым құбылыстар туралы шығарасыз ба дейді. Әрине шығарам, егер сәті туып отырса. Келесі сұрақ. Қорқынышты оқиғаларды ойдан шығарасың ба дейді. Енді қорқынышты оқиғаларды мен ойдан шығармаймын. Өз сондай программа бар, русскоязычный. Сол жерден қазақша аударып, каналға салып отырам. Ал біз келесі сұраққа көшейік. Қалайсың досым, мен Брузердік арнасының егесі едім ғой. Мені зламат етіп алды, көмектес, маған пиар жаса. Осы каналыма рахмет дейді. Мақұл, рахмет деді. Бауырым, бағана айта кеткендей, мен пиар жасамаймын. Оның үстіне мен сен Брузердік арнасының егесі екеніңе күмәнданып тұрмын. Осы пікіріңнің астына өз жеке парақшамның сілтемесін қалдырып кеттім. Соған кіріп, маған жаз, сол жерде ақылдасайық. Мен білуім керек сенің Брузердік арнасының егесі екеніңді. Ал бұлай пиар жасамаймын. Өткен жолдары енді пиар жасап берген шығармын, одан бері пиар жасамайын деп шешкен едім. Жазасың ғой мен жеке парақшама. Ал біз келесі сұраққа көшейік. Қазақ даласы деген жазыпты. Маған 5 бат жинап бер дейді, подписчик. Маған тіркел дейді, жасың нешеде дейді, қайда тұрасың дейді. Бауырым, айта кеткенде мен пиар жасамаймын. Саған тіркеліп қойғам, жасың нешеде, қайда тұрасың. Бұл екі сұраққа жауап беріп қойдым, сол себепті өтіп кете берейік. Ал келесі сұрақ дегенде сұрақ емес, пікір, красавчик дами берсін дейді. Көп рахмет. Ал біз келесі сұраққа көшеміз. Біріншісі дейді, нешедесіз дейді. 18-де айта кеткендей. Екінші сұрақ дейді, қорқынышты оқиғаларды ойдан алдыңыз ба дейді. Бағана айта кеткендей, мен қорқынышты оқиғаларды ойдан алмаймын. Өз сонда русскоязычный программа бар, содан қазақшаға аударып шығарам. Сосын неге орысшадан қазақшаға аударып жазатынымды түсіндіре кетейін. Мен алдын байқап көргенмін. Өзім ойдан осында қорқынышты оқиға шығарып, каналға салам деп шешкем. Алдымен жаздым бір оқиға. Кейін өзім іштей оқыдым. Сәл бейт шынайы емес сияқты сезілді. Кейін жолдас балам айтты, мен қазір оқиға шығарып едім, соны саған айтып көрейін, нормально шыққан ба дедім. Жақсы шыққан ба дедім. Ол тыңдап тұрды да, кейін маған айтты. Мынау оқиғаң болмайды сен, тым ертеге ұқсап кеткен деді. Содан бері оқиғаны ойдан шығармаймын. Сол орыс тілінен қазақшаға аударып шығарам.
Үшінші сұрақ дейді. Маған сәлем жолдаңызшы дейді. Айбек, ассалаумағалейкум. Халың қалай? Каналың дами берсін. Соған тілектеспін. Келесі сұрақ. Ердәулет Төлебай. Дами бер дейді. Көп рахмет. Ал біз келесі сұраққа көшеміз. Неге қорқынышты видеоларды шығаруды таңдадың дейді. Негізі жоспар бойынша мен каналым қорқынышты оқиғаларға арналмаған. Басында мен летсплейщик болғым келген. Тек осы канал ашылған кезде менің компьютерім бұзылып, ремонтқа түсіп қалды. Кейін ол ремонттан шыққаннан кейін үйге келіп қосқамда тағы да бір жері кетті. Оны қайта екінші рет ремонтқа тастағым келмеді. Себебі бір рет түсіп, екінші қайта тағы түскен компьютер ол оңбайтын компьютер. Сол себепті компьютерден айырылғасын өзім бір хоббиім бар еді, қорқынышты оқиғаларға қызығатын. Видеоға түсіріп, YouTube'қа неге салмасқа деп ойладым. Себебі басқа да қорқынышты оқиғаға қызығатын адамдар бар ғой деп ойладым да. Сол себепті қорқынышты оқиғаларды таңдадым. Қысқасын айтқанда, бұл менің хоббиім. Ал біз келесі сұраққа көшейік. Біріншісі дейді, жасың нешеде дейді. Бағана айта кеткендей 18-де. Қай жерде тұрасың? Шым қалада. Осы YouTube'ты ашқаныңа қуаныштымын дейді. Көп рахмет. Соңғы сұрақ дейді. Қорқынышты оқиғаны өзің ойдан шығарасың ба дейді. Бағана айта кеткендей мен қорқынышты оқиғаны ойдан шығармаймын. Русскоязычный программадан қазақшаға аударып шығарам. Оны бағана түсіндіре кеттім. Сол себепті келесі сұраққа өтейік. Ал енді келесі сұраққа келсек, бұл сұрақ емес, пікір де емес. Бұл бауырымыз маған көмек беріп тұрған секілді. Еркебұлан Сайлаубаев деген. Брат, донатпен көмек керек емес па дейді. Енді көмек дегенде көмектен бас тартпаймын. Егер қалап тұрсаңыздар, көмектеріңіз бере беріңіздер, ол маған артықшылық етпейді. Оның үстіне ол каналымның жоғары дамуына көмек етеді. Сол себепті қарсы емеспін. Ал енді келесі сұраққа көшейік. Сіздің деп сөйлейін дейді. Сіздің жасыңыз нешеде құпия болмаса дейді. Әрине құпия емес. Бағана айта кеткенде жасым 18-де. Келесі сұраққа көшейік. Каналың дамыса болды маған дейді. Көп рахмет. Енді соңғы сұрақ. Көптен күткен сұрағым. Және өзімді де мазалап жүрген сұрақ. Неге каналыңның аты 99 дейді? Міне, өте орынды сұрақ. Енді бұның тарихын айта кетсем, мен каналымды ең баста ашайын деген кезде атын не деп қоярымды білмедім. Сөйтіп Google'дан ақпарат іздей бастадым. Сөйтіп бір пост таптым. Ол постта былай жазылыпты. Канал ашатын болсаң, каналың контентіңе байланысты болу керек дейді да. Или болмаса өзің өміріңе байланысты болу керек дейді. Мысалы контентке деген, мысалы лайфхак түсіретін болсаң, каналың атын лайфхаки деп қойсаң болады. Өзің өміріңе байланысты болатын болса, өз есіміңді жазып қойсаң болады. Сондай секілді да. Мен ойланып тұрдым да 99 ағылшынша қылып не 99 деп жазбасқа деп ойладым да. Кейін солай жаздым. Бірақ ұзақ уақыт мені осы ой мазалап жүрді. Сонда да осы 99 деген бір түрлі емес па деп. Осы жақында бір каналымның трейлерін шығарған едім ғой. 99 трейлер деп. Көрмеген болсаңыздар, сілтемесін анықтама қалдырамын астына. Соны шығарып отқан кезде тағы да бір жақсылап ойландым. Видеоға қандай превью қоям деп ойланып отқанда, осы ой келді да миыма. 99 түрлі қорқынышты оқиға дегендей. Сол кезде, оппа, міне дедім. 99 түрлі қорқынышты оқиға. Бұның мағынасын түсіндіре кетейін. 99 түрлі қорқынышты оқиға дегенің, мысалы, бір-бірімен байланысы жоқ оқиғаларда әрқайсысы әртүрлі. Бірақ енді каналымдағы 1-2 видео бір-біріне байланысы бар енді. Ұқсайды да бір-біріне. Бірақ сонда да 99 әдемі қатып тұр менің каналыма. Ал енді бауырлар, сіздермен болған 99 каналы. Басқа да сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Барлықтарыңызға жауап беремін. Сау болыңыздар.